Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен медовый деп аталатын рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқамызды аппақ көлемді болғанша көпіртетін боламыз. Одан соң қантымызды аз-аздан қоса отырып, миксерлеп отырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыз бен қамырқопсытқышымызды араластырып дайындап қоямыз. Содан соң газымызге, кастрөлімізге медымызды құйып, қайнап бастаған соң оған ас содасын қосатын боламыз. Ас содасын қосып, жақсылап бұлғаймыз. Ол өзінің түсін өзгертіп бастайды, яғни янтарный түске ене бастайды. Сіз осы моментте, осы сәтте, яғни бірден осылай пайдалансаңыз болады, немесе түсін қанық түс қылдырып барып қолдансаңыз болады. Маған қанық түс ұнайды, сондықтан мен түсін қанық қылдырамын. Содан соң мен оны жұмыртқалы массамызға қосатын боламын. Жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Бір келкі түске енген соң, сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып миксерлейміз. Одан соң ұнымызды аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Одан соң бисквитті қамырымызды пергаментті қағаз төселген ыдысымызға салып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут аралығында пісіретін боламыз. Мендегі пешім тым үлкен болғандықтан пергамент арқылы осылай қысқартып алдым. Ендерін 30-35 см етіп жасадым. Яғни сізде пешіңіз сондай болса, осылай жасап алсаңыз болады. Немесе әсел пешіңіз болса, соның противені жақсы үйлеседі. Енді пешімізді қыздырғанда өзіңіздің пешіңіздің уақытына, қызуына, градусына қарай қойсаңыздар болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, әркім өзінің пешін жақсы түсінеді деген ойдамын. Бисквитіміздің піскенін шпажкамыздың көмегі арқылы тексеріп алсаңыз болады. Рулетіміз пісіп шыққан соң ақырын түсіріп аламыз да, 2-3 минут өткен соң рулеттің формасына келтіріп орап қоятын боламыз. Біздің рулетіміз толық суып тұруы қажет. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге грек жаңғағы мен кептірілген өрік қажет болады. Кептірілген өрігімізді жуып тазалап аламыз да, оған ыстық қайнаған суды құйып қоямыз. Ол бізде жібіп тұруы қажет. Және грек жаңғағымызды табаға қуырып аламыз. Немесе духовкаға 200 градуста 10 минуттай кептіріп аламыз. Барлығын жақсылап турап, ұсақтап, дайындап қоямыз.
Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымыз таза және құрғақ болуы қажет. Және кілегейіміз -2, -3 градуста тұрған салқын болуы қажет. Кілегейімізді әбден кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Қоюланған соң секерді қосып, тағы да миксерлейміз. Одан соң тағы да қоюланған соң творожный сырымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша миксерлейтін боламыз. Одан соң балымызды қосып миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз әбден көлемін жақсы ұстағанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Крем өзінің көлемін өте жақсы ұстап тұр. Кремімізді кондитерлік қапқа салып аламыз. Және де толықтай суыған бисквитімізді ақырын ашамыз. Енді ортасына дайындаған креміміз бен начинкаларымызды салып, рулеттің формасына келтіріп, қайтадан орап қоятын боламыз. Рулетіміз 2 сағаттай тоңазытқышта тұруы керек. Рулетімізді дастарханға қоймас бұрын немесе клиентімізге бермес бұрын рулетіміздің 2 шетін кесіп алып тастайтын боламыз. Одан соң оформленісіне кірісетін боламын. Яғни жаңа мен кішкене ғана кремді алып қалдым. Соны рулетімнің бетіне жағып, оның бетіне грек жаңғағын қойып әсемдейтін боламын. Міне біздің медовый рулетіміз дайын болды. Бұл рулеттің дәмі өте ерекше дәмді. Менің ең сүйікті рулеттерімнің бірі. Сізге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар каналымнан летний сад рулеті, маковый рулет және изумрудный рулет
және де пряный рулетті рецептілерін көре аласыздар. Ұнаса каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.